Күйеуі мен әйелі. Байдың баласы кедейдің қызына құда түседі. Мен сенің әкеңе көп қалың мал төлеймін. Қанша сұраса, сонша мал беремін дейді. Жас жігіт қызға да ұнайды. Бірақ ол жігітке былай дейді: менің әкеме малдың керек жоқ. Менің шартым басқаша. Егер сен мені әбден зеріктіріп ғыр қылдың деп үйіңнен қуып жіберетін болсаң, сенің үйіңнен құр қол кетпеймін. Өзіммен бірге нені көтеріп әкетсем, сол менікі болады. Байдың баласы әйелі өзімен арқалап соншалықты көп дүние әкете дейсің бе деп ойлайды да шартына келісемін дейді. Сөйтіп екеуі үйленеді. Алғашқы кезде өте тату-тәтті тұрады. Бірін-бірі жақсы көріп сыйлайтын болады. Алайда көп ұзамай жігіттің іші пыса бастайды. Әйелі кедейдің қызы болғандықтан оны үйіне бұрынғы достары да келуін азайтады. Бұған күйеуі ашуланып бір күні әйеліне былай дейді: мұндай өмір мені зеріктірді. Сен де мені зеріктірдің. Әкеңнің үйіне кет, дейді. Жарайды, ертең кетемін, дейді әйел. Әйел түнде ұйықтап жатқан күйеуін көрпеге орайды да арқалап әкесінің үйіне алып кетеді. Таңертең ұйқысына оянған күйеуі қайда жатқанын білмей аң-таң болады. Сол кезде әйелі айтады: екеуміздің уәдемізді білесің бе? Мен саған сенің үйіңнен құр қол кетпеймін. Өзіммен бірге нені көтеріп әкетсем, сол менікі болады деп едім ғой. Сен бұған келіскенсің. Міне мен сенің үйіңнен сені ғана алып кеттім, қымбатты күйеу. Күйеуі әйелін ақылды екенін осы жерде көзі жеткізеді. Әйелінің өзі сүйетінін түсінді. Сөйтіп екеуі қол ұстасып үйлеріне қайтады.